Мен құрметті студенттер мен курс тыңдаушылар, бүгінгі 7-ші дәрісіміздің тақырыбы императивті және декларативті парадигмалар. Өткен сабақта, өткен дәрісте сіздермен бұлар функционалды бағдарламаудың парадигмаларының негізгі екі тұжырымы бар деп айтқан болатынбыз. Мен нақтырақ танысатын боламыз. Императивті бағдарлама парадигмасы негізгі фон Нейман архитектурасында жүзеге асырылатын бекіту немесе тапсырма болып табылады. Бағдарламашы компьютерге не істеу керектігін айту үшін логиканы қолмен аударады. Императивті бағдарламадағы айнымалы мен компьютердегі жады орнымен салыстырылады және жады орнын тағайындау мәліметтерлері арқылы бірнеше рет өзгертуге болады. Тағайындау операторының әрекеті жаңа мен жады орнына жазылады, ескі құндылығы да жоғалады. Тағайындау операторының артықшылығы жадты қайта пайдалану болып табылады. Өйткені бір жады орны бірнеше мәндерге сақтау үшін пайдаланып отырылады. Дегенмен, жады орнына бірнеше рет жазудың көптеген кемшіліктері бар. Мысалы, бірінші, жады орны қайта жазылса, ескі мән жоғалып, болашақта ескі мәнді пайдалану мүмкін болмайды. Екінші, егер басқа процедураға немесе функцияға жататын жады көлемі ағымдағы шығарылатын процедура арқылы жазылса, онда ескі мән жоғалады. Нәтижесі дұрыс емес шешімдерді генерациясы болады. Бұл мәселе жанама әсер деп аталады. Үшінші, тапсырма мәлімдемесін программа логикасымен алмастыру бағдарламаны түсінуде қиындықтар туғызады. Өйткені басқару жеке бағдарламашының ойлау стиліне өте субъективті және ұзақ мерзімді перспективада бағдарламаны қолдану қиындықтар туғызады деген сөз. Ал декларативті бағдарлама парадигмасы дегеніміз, декларативті бағдарламада бақылау бағдарламадан алынады. Басқару бөлігін жанама түрде қамтамасыз ететін дерексіз машина бар. Декларативті бағдарламанатын деңгейде логика және абстракциядан тұрады. Декларативті бағдарламадағы айнымалы ұғымы императивті тілдердегі айнымалылар түсінігімен бірнеше ерекшеленеді. Декларативті бағдарламадағы айнымалы мен ұстаушы болып табылады. Айнымалыға мән тағайындалған кейін оны бағдарламашы өзгерте алмайды. Келесі қасиеттер тиімді болады. Яғни бірінші, жанама әсерлердің ықтималдылығы аз. Мысалы, шақырылатын процедура немесе функция, шақырушы процедура немесе функцияның жады кеңістігін қайта жаза алмағанда, және екінші, ескі мәндердің айнымалы мәндерді сақтауға және қажет болғауда пайдалануға болады. Сондай-ақ көптеген кемшіліктер бар. Соның ішінде жады ұяшығын for цикл үшін индекстік айнымалы ретінде пайдалану қажет болмаса да, қайта пайдалану мүмкіндік емес. Дерек элементтердің үлкен массивін басып шығару сияқты итеративті есептеуді және енгізу шығару процесін өңдеу жадының жарылуын тудырады. Екінші, рекурсивті бағдарламау жиі қолданылады, себебі мутация айнымалысына қойылған шектеулерге байланысты өзгермелі индекстік айнымалыны қолданатын дәстүрлі итерацияға рұқсат етілмейді. Рекурсивті бағдарламаудың жадымен орындау шығындары бар және итеративті бағдарламау қарағанда күрделі бағдарламалау процесі болып табылады. Үшінші, ішінара есептеулерді сақтауды қолдайтын орындау тиімділігін арттыру үшін бағдарламаны басқа бөліктер кейінірек пайдалануға болатын жаһандық өзгермелі айнымаларға рұқсат етілмейді. Дегенмен көптеген декларативті бағдарламау тілдері бұл шектеуді еңсеруге тырысты. Мысалы, Lisp
жаһандық айнымалыларды шектеулер пайдалануға рұқсат беру арқылы жады орнына ішінара қайта жазуға мүмкіндік береді. Декларативті бағдарламау тілдерінің екі негізгі түрі бар: функционалдық бағдарламау тілдері және логикалық бағдарламау тілдері. Функционалды бағдарламау тілдері декларативті бағдарлама парадигмасы, кейбір танымал мысалдар: схема Scheme, ML, Miranda, Haskell, қазіргі уақытта Ruby және Scala сияқты көптеген көп парадигмалық тілдер функционалды бағдарлама парадигмасын қолдайды. Декларативті бағдарламау тілдері дәстүрлі түрде жасанды интеллект саласында да қолданылады. Жасанды интеллект саласында талап етілетін декларативті тілдердің негізгі ерекшеліктері мыналар: жасанды интеллект жүйелері білімді динамикалық түрде дамытып жаңартуы керек. Декларативті тілдердің көпшілігі бағдарламаны бірнеше класс ретінде қарастырады. Бұл бағдарламаларды орындау уақытында құруға болатынын білдіреді. Декларативті тілдер метаграммалау мүмкіндігін қамтамасыз етеді, дерексіз домендегі басқа бағдарлама туралы айтатын бағдарлама болып саналады. Бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Келесі дәрісте кездескенше назарларыңызға рахмет.